жылда Шынболат ақынымыздың бір өлеңі шыққан. Соның сөздері мынандай болған. Өлең мынандай басталатын. Сөйлетілім малындама тартынба, найзағайдай шындық айтып жарқылда, қалай ғана өмір сүрдім де алам, бір ауыз сөз қалмаған сон артымда. Адам қалай, заман қалай өзгерді, өзгергенді шүкір қазір көз көрді, арын мен ақиқаттың алдында шындық айтып шыңғыратын кез келді. Айтсам егер момынғалық еді қой, момындықтан талай таяқ жеді қой, халқымыздың қамын жеген ұлдарын оғаламат халық жауы деді қой. О заман енді қайтпасын. Das ist gute Kunde, eine knappe Stunde, wir am Leben bleiben, ich kann doch schreiben, who are very lazy, who are slightly crazy, who become the richest, thank you all teachers. Je mange pour vivre, tu calcules calipo, el dice el vivo, es paso frío, es entrada libre, por leer un libro, el aprende coche, día, tarde, noche, chile casa vostra, chile cosa nostra, lleno tropicano, como un vulcano. Летелен қазақша, табылады көп ақша, келгенімізге наша, араздығы тапанша, кересізге тамаша, қызға ел яғын қанша, сайрамайтын басқаша, орысша мен қытайша. В Алматы 3 вуза, есть у нас старший, младший, средний, активный. Средний вуз, район Невас, аэропорт на первой Алмате, запад, младший вуз, Аксайта, Стак, авторынок и оптовка. Старший вуз на юге, Казухград, Атакенты, Бутаковка, Ловка, да. За столом собрались все друзья, сочинил я сразу этот стих. Ну давайте выпьем за меня, чем скажете хуже я других. Сосын жақсы бір мұнша, одан шығасын қызылша, мектеп пен балабақша, берет білім орташа. 7-ші күн қараша, жиналады алаша, қуалады бір патша, төгіледі қан қанша. Почекайте хвилиночку, я же бачу дівчиночку. Қазақты жамандама, қазақ бала. Қазақ деген халық қой, азақ қана. Қашанда ай үстінде, жер үстінде, қазақты құтқаратын қазақ қана. Біз осы шыныменен білмейміз бе? Қазақ тілдің мүшкіл халін көрмейміз бе? Қазақ болып, өзге тілді сөйлегенше, ұяттан жерге кіріп өлмейміз бе? Халық жартысы тіл білмейді қазақтың. Біз болмаса дәмі келмес тамақтың. Сол сияқты тіл білмесең не керек? Төбеңдегі күліп тұрған азат күн. Қазақ тілде сөйлеп еді бабамыз, қазақ тілде әлдилеген атамыз. Сол бабалар қадірлеген бұл тілді біз менсінбей қайда кетіп барамыз? Ауруын жасырғандар өледі, не болады тіліміздің көрері? Қазақ тілін менсінбеген азғындар өмірінің трагедиясын көреді. Сенің тілің қазақ тілі, ей қазақ. Қазақ тілі болғаны ма қумасақ? Депутаттар, министрлер, әкімдер өз жолдауын орыс тілде жолдамақ. Адамдарын билікте жүр, о тобай. 42 қазақ әрпін жаттамай. Қазақстанда қазақ тілін білмейтін басшылар бар. Неткен сұмдық, масқарай. Мұхтар атам қанша айтты, талмады. Қазақ үшін бар ғұмырын арнады. Қазақтар ау, сөйлейікші қазақша. Бабалардың орындалсын арманы. Түсінемін, империяның бұғауында болғанбыз. Берілмедік, тәуелсіздік алғанбыз. Енді неге сөйлемейміз қазақша? Тайып кеттік, адал дүзу жолдамыз. Басқа тілдің бәрін білді, өз тіліңді құрметті. Ағайын-ау, сөйлейікші қазақша. Осы сөзді үлкетті. Туған ағай деп отырмыз, қазақ деген 5 әріп, 5 саусағым деп білем, 3 саусағым 3 жүзім, екеуі қожа төре ғой, осыларды ойласаң санаға көп келеді ой дейді. Қазақ болса жалайыр болсын, жалайырдай батыр талай ұлы болсын, жалайырдан бір ағайын болсын. Қазақ болса сары үйсін болсын, қазақтың дегеннің бәрі үйсін болсын. Қазақ болса дулат болсын, дулаттардай шамшырақ жанған шырақ болсын. Қазақ болса албан болсын, албандардай тарлан болсын, албанның ұл-қызындай арман болсын. Қазақ болса ысты болсын, ыстылардай күшті болсын. Қазақ болса қаңылы болсын, қаңылылардай арлы болсын.
Қазақ болса шапырашты болсын, бісміллах. Жоғары жақ қой енді. Қазақ болса шапырашты болсын, шапыраштылардай алдығырлықпен қатынасты болсын. Қазақ болса шанышқылы болсын, шанышқылдай табыстылы болсын. Қазақ болса сіргелі болсын, сіргелідей ілгері болсын. Қазақ болса ошақты болсын, ошақтылардай атақты болсын. Қазақ болса суан болсын, суандардай шынға біткен шынар болсын. Осындай сұлу сәні болсын, қазақпын дегендер ұлы жүздің бәрі болсын. Қазақ болса орта жүзден арғын болсын, арғындардай алғыр болсын. Қазақ болса қыпшақ болсын, менмін дегендер жағасын ұстап көрсін. Қазақ болса қоңырат болсын, қоңыраттардай жадырап болсын, қоңыратты елемегендер қаңырап қалсын. Қазақ болса найман болсын, Құдай-ай, наймандардай қайдан болсын. Маған әкем айтады дейді, балам найманның қызын ал деп. Әй, неге десем, найманның қызын алған адам қартаймайды дейді ма? Әй, неге десем, сөйтсем қартаймай жатып өлтіріп жібереді дейді. Қазақ болса керей болсын, керейлердей ашылған көмей болсын. Қазақ болса уақ болсын, уақтардай жүздерінде шуақ болсын, бойларында қуат болсын. Қазақ болса кіші жүзден табын болсын, табындардай кеудесінде жалын болсын. Қазақ болса әлім болсын, әлімдердей алталашқа мәлім болсын. Қазақ болса шекті болсын, қыз жібекте қыздары текті болсын. Қазақ болса жаппасы болсын, жаппастардай бірлігі жарасқан отбасы болсын. Қазақ болса тама болсын, тамаларда ерекше дара болсын. Қазақ болса жағалбайлы болсын, ойлағаны әйел жайлы емес, заман жайлы болсын. Қазақ болса адай болсын, бірақ адайлардан абай болсын. Осындай батыр жаны болсын, қазақпын дегендер кіші жүздің бәрі болсын. Қазақ болса төре болсын, төрелерде бұзылмайтын кеме болсын. Қазақ болса қожа болсын, қожалардай таза болсын, қожадан әбзәтіні бір бажа болсын. Осындай еркіндікте жүрген азат болсын, барлығының ғұмыры ғажап болсын. Осындай бөлінбейтін тегі бар, біз сияқты қазақ болсын. Шаттығың ортаймасын таза ұшқан, қырандай көкке самға ғажап ұшқан, жаса, мәңгілік жасай берсін, мұсылман ел, қазағым, қазағыз. Я, құрметті тыңдармандар, кешегі оразаларыңыз қабыл, мұраттарыңыз асыл болсын. Ораза демекші, оразадан кейін біреулер жарамазан айтып жүр дейді. Сосын біреу айтты, жүнісіңдер ме, ораза бітті ғой, неменеге жарамазан айтып жүрсіңдер десе, ана жігіттер айтады дейді. Біз қарыз болып қалғандар неге айтып жүрміз деп. Бір күні бір атамыздың жасы 150 екен. Сөйтіп бір журналистер келіп сұрап жатыр дейді, ата жасыңыз 150 екен, мына 150 жасаудың құпиясы неде деп. Сөйтсе шал айтады дейді, оның құпия ештемесі жоқ, сол халықтың бата тілегімен ұзақ жасап жатырмын ғой деп. Сонда қалай десе, балам, әңгіменің қысқасы бүкіл ауылға қарызбын деп, сол ауылдағылар тілеп отырады күнде, осы шал өліп қалмасын, осы шал өліп қалмасын, қарызымызды алайық деп. Сөйтсе шал айтады дейді, қайта қарызымның тең жартысынан құтылып қойдым деп. Ойбай, ата қалай құтылдыңыз десе, олардың бәрі өліп кетті ғой деп. Бір күні биттен сұрапты да, бит мырза, сіз кризисті қалай түсінесіз десе, бит айтады дейді, ол тазбас адам деп. Бір күні бір жігіт киноға кастингтен өтіп кетті да, сериал екен, 40 сериалы. Сонымен режиссер шақырып жаңа жігітті, кел, енді ана сценариймен таныс деп. Ана жігіт сценарийді оқып шығып, мен бұл киноға түспеймін, айлық аз екен депті. Неге десе, бірінші серияның басында өліп қалады екен ғой деп. Бір күні Бразилия мен Қазақстан футбол ойнаған ғой. Ойыннан кейін доптан интервью атты. Доп жалпы ойын қалай болды десе, доп айтады дейді, Бразилия мен өзі кім ойнады деп. Қазақстан десе, қайдам оларды ойында вообще көрген жоқпын деп. Айтпақшы, доп демекші, доп басын томографияға түсірген ғой, сөйтсе сотрясение депті. Бір күні ешек зебраға айтады дейді, зебра, сен армияға барып кеп өзінше бола берме, шеш ана тельняшкаңды депті. Бір айтыскер айтысқа барып жаман ұтылған ғой. Сөйтіп костюмің әдемі екен деген грамота апты сол күні. Сөйтіп келе жатса домбырасы айтады дейді, братан, бұдан кейін дайындалшы, буындырып өлтіріп қойсынан ғой депті. Бір күні бір адам байып кеткен ғой, сөйтіп екі телохранитель алды да, телак дейді ғой, телак. Соны екі телак бір жерде атыс болып қашып кетті, екі телак екі жаққа. Ана байқұс бұқпалап жүріп зорға деген тірі қап, кейінен телактарын ұрысып жатыр дейді. Атаң өлтір жаңа қақ етіп қалды ма деп жаңа. Мен қорғамайсыңдар ма десе, телактар айтады дейді. Ойбай, біз өліп қалсақ сізді кім қорғайды депті. Бір күні біреу кісі екен да, шалқай жүріп артқы қылып қапты.
ешек 3 күн жем жеп, жіберіңдер мен бәйгеге қатысам депті ғой. Бір күні қырық аяқ айтты, қоя бүгін ертірақ жатайын, күнді жұмысқа кешіп қап жүрмін деп. Енді жатайын деп атсам, мамасы айтады дейді, бар құра, аяғын жуып жат деп. Бір күні бір жігіт пен қыз үйленген ғой, сөйтсе қыздың шешесі семьяға араласа береді екен да, болмайтын нәрсеге. Сөйтсе бала миымды ашытпасын деп 2 жыл армияға кетіп қапты. 6 айдан кейін енесінен хат келіп тұр дейді. Күйеу бала, ана қызымдап кеткеніңе 6 ай болды ғой. Армияңнан 3 күн отпуск алда үйге бар. Қызымды алда үйге кел, қайттан үйіңе апарып тастайсың, армияңа құр деп жазып жіберді енесі. Сөйтсе балада хат жазып отыр дейді, жанына бір гранат қосып. Апа, мана гранатаның кольцосын тартпасаңыз, как раз 3 күнге жібереді депті. Бұл жерде менің айтқым келгені, құрметті еліміздегі енелер, 2 жастың ортасына оқшарласпаңыздар. Бір ауыл жақта бір көкеміз бар да, фокусник. Датырбо ішет, бүкіл киімдерін жоқ бұл жереді ғой. Жоқ. Бір кемпір такси ұстап тұрған ғой. Сөйтсе такси тоқтапты, апа қайқа барасыз деп. Пәлен жерге депті. Отырыңыз апа десе, апамыз айтты, әй шырағым, сумкамды көтеріп жібер деп. Сөйтсе апам дәу ала сумкасы бар екен. Таксист бір жағын ұстап, артқы сиденьеға орындыққа қойып атқан ғой. Сөйтсе сумка жібіреді қапты. Таксист қорқып, ойба апа мынау не десе, апамыз айтады дейді, әй сумканың ішіндегі немерем ғой деп. Ойба апа оны мынау сумкаға сабағасыз десе, апамыз айтады дейді, басқа садикке ауыстырып жатырмын ғой, әйтпесе үй толып келе береді депті. Бір күні алтын балық өз еркімен арыз жұмыстан шығып кетті. Бүкіл Рибақ көлдің жағасында отыр. Бір-біріне сұрақ қойды, сен ұстап жеп қалған жоқсың ба деп. Жоқ деп. Ақыр болмағаннан кейін вадалас жіберіп судың астына. Вадалас 3 сағат дегенде, зорға дегенде алтын балықтың үйін тауып, сөйтсе алтын балық тупикте тұрады дейді. Үй жағында жүр дейді алтын балық. Жаман киімдерін киіп алып. Сөйтіп алтын балық қайда, жұмыс қайда десе, бір жолата кеттім деп. Неғып өйттің десе, надоело уже кредит жаба беріп депті. Бір күні енесі мектепте жұмыс істейді екен да. Келін айтты, келін, ана бүгін мектепте субботник болатын еді, соған сыпырғын дайындап бере қойшы деп. Сөйтсе келіні, апа не ғой, сыпырғыны пакетке орап берейін ба, жоқ сонымен ұшып кете бересіз ба депті. Өткенде бір ақыр заман болады деп адам бәрі шулап кетті ғой, 21-і. Сол кез ақыр заман болмай қалды ғой, сома адамдар дал болыпты, ақыр заман өзі келе ма, келмей ма, қашан келеді өзі деп. Сөйтсе бір білгіш көсем айтыпты, ақыр заманды қой біледі екен деп, 4 түлік мал жануар сол бірінші сізеді деп. Сөйтсе қойдан барып сұраған ғой, қой ақыр заман қашан келеді десе, қой айтады дейді, ақыр заманды қайдан қонақ келсе өліп кетіп жатыр қой деп. Қойдың ажалы қонақ келгенде деген осы. Нападники застрелили 3 поліціянтів та поранили 1 цивільного у фінансовій столиці Казахстану місті Алмати. Це сталося у перебігу 3 майже одночасних атак озброєних осіб у понеділок. Поліція вважає, що відповідальними є прихильники нетрадиційної течії ісламу. Згідно зі свідками, напади сталися у 3 різних місцях у центрі Алмати. Випадки насильства із застосуванням зброї є рідкісними у Казахстані, що ним з 1989 року керує колишній радянський апаратник Нурсултан Назарбаєв. Kazakistan'da polis karakoluna yapılan saldırıda 3 polis ve 1 sivil yaşamını yitirdi. Kazakistan'ın Almaty kentindeki polis karakoluna yapılan saldırının ardından Almaty polisi terörle mücadele operasyonu başlattı. Görgü tanıkları saldırganların siyah giysiler içinde olduğunu ve makinalı tüfekle ateş ettiğini söylediler. Polis yetkilileri saldırganlardan birinin yakalandığını, diğerinin ise aranmaya devam ettiğini açıkladı. По меньшей мере 3 полицейских и 1 мирный житель стали жертвами вооруженного нападения в Алмате сегодня утром. По сообщениям МВД Казахстана, при попытке проникновения в Алмалинское РОВД города злоумышленник нанес огнестрельное ранение постовому и завладел его оружием. Личность нападавшего установлена, он сам ранен и задержан полицией. В Алмате объявлен наивысший красный уровень террористической опасности. Силовики проводят операцию по задержанию причастных лиц.
Kazakhstan's Interior Ministry says 3 policemen and 1 civilian have been killed in a series of shootings in the center of the biggest city, Almaty. The attacks are said to have targeted police stations and the country's special forces. The government says the attacker, a 27-year-old, has been detained and that an accomplice is still at large. It says the gunman also wounded 2 more policemen and is suspected of committing another murder last weekend. A large anti-terrorist operation has been launched. 3 policiers au moins et un civil ont été tués ce matin à Almaty, la capitale économique du Kazakhstan. Des attaques coordonnées ont été menées contre les locaux de la police et des services spéciaux kazakhs. Selon les autorités, l'un des assaillants a été arrêté, l'autre est recherché. Le Kazakhstan, pays prospère d'Asie centrale grâce aux revenus du pétrole, est dirigé d'une main de fer par le président Nazarbayev depuis 1989. In Almaty, der größten Stadt Kasachstans, sind bei 3 fast zeitgleichen Angriffen mindestens 3 Polizisten und 1 Zivilist getötet worden. Das gab der kasachische Innenminister bekannt. Einer der Schützen ist offenbar gefasst worden, der andere soll immer noch auf der Flucht sein. Die Polizei hat mehrere Straßen in der Innenstadt abgesperrt. Die Behörden kündigten eine große Antiterroroperation an und riefen die Bewohner dazu auf, zu Hause zu bleiben. Kazajistán pone al ejército en alerta tras un tiroteo en Almaty, la capital financiera del país. Hay al menos 4 personas muertas, 3 de ellas policías. Uno de los atacantes de un cuartel de la policía ha sido detenido. Previamente, la policía de Almaty había anunciado la puesta en marcha de una operación antiterrorista en la ciudad y pedido a los ciudadanos que permanecieran en sus casas. El 5 de junio pasado, un grupo de islamistas atacó 2 arsenales y una base militar de la Guardia Nacional de Kazajistán. Sono almeno 4 le vittime di un attacco a una stazione di polizia ad Almaty, in Kazakistan. Oltre a 3 agenti è stato ucciso anche un civile. Uno degli assalitori, un 27enne, è stato arrestato ed è accusato di aver commesso un altro omicidio nel fine settimana appena trascorso. Il Ministero dell'Interno ha annunciato che è in corso un'operazione antiterrorismo per la cattura di suoi complici. Le forze dell'ordine chiedono agli abitanti di non lasciare abitazioni e di evitare luoghi affollati. No Cazaquistão, um civil e 3 polícias foram mortos e várias pessoas ficaram feridas num ataque armado no centro da cidade de Almaty. De acordo com várias testemunhas, um homem vestido de preto apareceu na rua com uma arma e disparou contra a esquadra de polícia local. Mas, ao que tudo indica, pode haver mais que um atirador. Sendo que um deles foi imediatamente detido, é um homem de 27 anos, aparentemente suspeito de um outro crime que ocorreu há uma semana. Τρεις αστυνομικοί και ένας πολίτης σκοτώθηκαν στο οικονομικό κέντρο του Καζακστάν, Αλμάτι, όταν ένοπλοι άνοιξαν τύπ σε 3 επιθέσεις που εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα. Ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας επιβεβαίωσε τα αιματηρά περιστατικά και ανακοίνωσε πως ένας εκ των δραστών έχει συλληφθεί. Πρόκειται για έναν 27χρονο. Θεωρείται ύποπτος για ακόμη μια δολοφονία την προηγούμενη εβδομάδα. Οι αστυνομικές αρχές αναζητούν και έναν συνεργό του, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αντιτρομοκρατική επιχείρηση. Három rendőrt és egy civilt meggyilkoltak ismeretlen fegyveresek hétfőn Kazahsztán legnagyobb városában, Almatyban 3, csaknem egyidejű támadás során. A tettesek az egyik rendőrségnél és a főváros egyik kerületének belügyi részlegénél szolgálatot teljesítő őrökre támadtak. A biztonsági erők elfogtak egy fegyverest, egy másik egyelőre szökésben van. Almatyban a legmagasabb szintű terrorellenes készültséget rendelték el. قالت
وزارة الداخلية الكازاخية أن 3 من عناصر الشرطة ومدني قتلوا في هجمات استهدفت مراكز للشرطة وللأجهزة الخاصة في مدينة المائي العاصمة الاقتصادية للبلاد. وأكدت الوزارة التي أعلنت عن شن عملية لمكافحة الإرهاب مطالبة السكان بالبقاء في المنازل، أكدت أنه تم توقيف أحد المهاجمين فيما لا يزال البحث جاريا عن مهاجم آخر. حداقل 3 مأمور پلیس و 1 غیر نظامی در جریان تیراندازی‌های امروز دوشنبه در آلماتی بزرگترین شهر قزاقستان کشته شدند. وزارت کشور قزاقستان همچنین از زخمی شدن 2 مأمور پلیس خبر داده و گفته است جوانی 27 ساله در ارتباط با تیراندازی‌های امروز دستگیر شده و همدست وی تحت تعقیب است. خبرگزاری اینترفکس روسیه به نقل از یک منبع پلیس قزاقستان مهاجمان را افراطگرایانه مذهبی خوانده است. У Казахстані затримали підозрюваного у нападі на управління поліції та департамент Комітету національної безпеки. Це сталося в Алматі. Чоловік намагався увірватися в райвідділок поліції. Виникла перестрілка, яка переросла в гонитву вулицями міста. В результаті загинули 3 поліцейських та 2 випадкових перехожих. Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв назвав перестрілку перед райвідділком терористичним нападом. У місті розпочали антитерористичну операцію, оголосили найвищий червоний рівень терористичної загрози, який зараз понизили на 1 щабель. Підвищили заходи безпеки в аеропортах та інших важливих об'єктах. За інформацією Комітету національної безпеки, нападник 26-річний Руслан Кулікбаєв є прихильником салафітів. Він радикалізувався, коли відбував покарання в колонії. Раніше повідомляли про 2-го затриманого, але виявилося... Нападение на РУВД и департамент КНБ в Алмате признано террористическим актом. Задержанный Руслан Куликбаев, по данным казахских спецслужб, был связан с салафитами. Ранее его дважды судили за грабеж и незаконное владение оружием. В колонии, по данным следствия, он и связался с экстремистами. Куликбаев в понедельник пытался проникнуть в здание, где расположено отделение полиции и департамент Комитета национальной безопасности. Там преступник ранил одного стража порядка и схватил его автоматом, после чего пытался скрыться. По преследовавшим его стражу порядка он открыл огонь. Погибли по уточненным данным 3 полицейских и 2 прохожих. У одного из них Куликбаев пытался обогнать машину. В Алмате сразу после нападения был объявлен наивысший уровень террористической опасности. Сейчас его понизили на 1 ступень. Ранее сообщалось, что кроме Куликбаева был задержан и его сообщник, однако потом выяснилось, что это был таксист, которому пришлось попустить. Kazakistan'ın Almatı kentinde sabah saatlerinde polis merkezine ve Kazakistan Gizli Servisi KMB'ye ait bir ofise düzenlenen silahlı saldırıda 3 polis ve 2 sivil hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı saldırılarında 8 kişinin de yaralandığını açıkladı. Saldırının ardından operasyon başlatan güvenlik güçleri Ruslan Kulikbayev isimli 26 yaşındaki saldırganı gözaltına aldı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise birden fazla zanlının yakalandığı ve kentte istikrarın sağlandığı belirtildi. Bu arada daha önce hırsızlık ve yasa dışı silah satma suçlarından hapse girdiği belirtilen Kulikbayev'in cezaevinde Selefi akımlarla yakınlaştığı bildirildi. Olaylar nedeniyle Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağıran Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev saldırıları terör eylemi olarak nitelendirdi ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı ayrıca yaralılara gerekli maddi ve manevi yardımın yapılması. Killed in street shootings in Kazakhstan's largest city, Almaty. One suspect was arrested, a man in his 20s said to be close to Salafism, an ultra-conservative school of Islam. Authorities said the gunman attacked a police station and an office belonging to the Kazakh Secret Service. He also tried to hijack a car, killing its driver before he was himself wounded by police. It's the second attack on security forces in as many months, and it fans fears of a growing Islamist threat in this mainly Muslim nation. President Nursultan Nazarbayev, Kazakhstan's authoritarian leader since 1989,
called Monday's shootings a terrorist act. He convened an emergency cabinet meeting and ordered tighter security in public areas. Last month, men said to be Islamic State sympathizers attacked gun stores and a military facility near the Russian border. Il n'aura fallu que quelques heures aux policiers pour arrêter deux suspects. Ils sont accusés d'être les assaillants qui lundi matin ont attaqué 2 bâtiments officiels à Almaty, au Kazakhstan. Des échanges de tirs en plein centre-ville qui ont tué 3 policiers et 2 civils et blessé 8 personnes. Les attaques ont visé un poste de police et le comité de sécurité nationale ont annoncé les services spéciaux kazakhs. Suite aux attaques, le président du pays, Nursultan Nazarbayev, a convoqué en urgence une réunion du Conseil de sécurité et a ordonné de prendre toutes les mesures nécessaires pour rétablir l'ordre à Almaty, la plus grande ville du pays. Sur les hommes arrêtés, peu d'éléments ont filtré. L'un d'eux serait âgé de 27 ans et aurait un casier judiciaire chargé, mais leur motivation demeure inconnue pour l'instant. Pays relativement stable, à majorité musulmane sunnite, le Kazakhstan connaît une recrudescence du terrorisme islamiste. Il y a un mois, des attaques avaient eu lieu contre une base militaire. Mindestens 3 Polizisten und ein Zivilist getötet worden. 8 weitere Personen erlitten Verletzungen. Nach Angaben des Innenministers wurde ein Tatverdächtiger festgenommen. Nach ersten Erkenntnissen eröffnete er das Feuer auf eine Polizeistation und ein Gebäude des Inlandsgeheimdienstes. Dabei wurde ein Polizeibeamter getötet. Bei einer Verfolgungsjagd erschoss der Angreifer dann 2 weitere Polizisten und einen Zivilist. Die Behörden gehen von einem islamistischen Hintergrund aus. Der Verdächtige sei vorbestraft und stehe einer salafistischen Gruppierung nahe. Präsident Nursultan Nazarbayev erklärte, es handelt sich um Terroranschläge. Erst vor einem Monat hatten Sympathisanten der IS-Miliz in der westkasachischen Stadt Aktobe 2 Waffengeschäfte und eine Kaserne angegriffen. Die Vorfälle schüren Ängste vor einer stärker werdenden islamistischen Bedrohung in dem zentralasiatischen Staat. Die Sicherheitskräfte wurden landesweit in Alarmbereitschaft versetzt.